Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгін біз 1971 жылғы шыққан «Лето 42-го» деген фильм жайлы айтатын боламыз. Оски, Бенджа және Херми есімді жас балалар әр жас сайын аралда кездесіп балалық шағын өткізетін. 42-ші жыл соғыстың болып жатқанына қарамастан, осы жылы да балалар аралға демалуға келеді. Олар көп уақытын жағажайда өткізіп, сол жердегі жас жұбайлардың үйін аңдитын. Оски мен Бенджаға ойын ғана қызық еді, ал Херми әлгі жас жұбайлардың әйеліне көзі түсіп оны қалайтын. Сол жылдары ересек ер адамдар соғысқа кетіп, Доракидің күйеуі де соғысқа кетті. Күйеуін шығарып салып жылап тұрған Доракиді балалар көріп, Хермиға барып жұбат дейді. Бір күні Дораки дүкеннен азық-түліктерін әкелуге Херми көмектесіп, оны үйіне дейін шығарып салады да, үйінде кофе ішеді. Олардың сыртынан достары Оски мен Бенджа аңдып хабар күтіп жүреді. Ертесіне балалар кинотеатрға барады. Олар сол жерде қыздармен танысып, кезекке тұрғанда Хермиға Дороти келіп, бос уақытында үйге келіп, маған ауыр жұмыстармен көмектесті. Херми оған қуана келіседі. Кино басталғанда Херми қасындағы қызының денесін ұстап отырады. Қызы оған қарсыласпайды, ал досының қызы қарсыласып ұрысып отырады. Ертесіне Херми Доротидің үйіне барып көмектеседі. Дороти оның алдында жеңілдеу киім киіп жүреді. Екеуі солай ескі заттарды шатырға шығарып тастайды. Дороти көмегі үшін деп ақша ұсынғанда, Херми одан бас тартады. Дороти Хермидің бетінен сүйіп жібереді. Херми осы жағдайды достарына асыға жеткізіп талқылайды. Кешке жақын жағажай жағасында балалар оттың қасында отырып біраз әңгімелесіп демалады. Таң ата жағажайда серуендеп жүріп, Доротидің отырғанын көріп, кешке келсем бола ма дейді. Дороти оған келіседі. Херми таза әдемі киімдерін киіп қонаққа келеді. Сол кезде есікті қағады, бірақ ешкім ашпайды. Ішіне кірсе, ішінде музыка қатты шығып тұрады. Дороти де байқайлайды, бірақ ешкім үндемейді. Сол кезде үстел үстіндегі күйеуінің қайтыс болған хабарын хатта көреді. Херми музыканы өшіргенде, көзі жасқа толған Дороти бөлмесінен шығады. Сосын музыканы қайта қатты қойып, екеуі бауыр басып, қайғыдан билейді. Содан кейін жататын бөлмеде екеуі қалағандарын жасайды. Херми кетіп бара жатқанда Доротиге қайырлы түн тілеп кетіп қалады. Келесі күні таңда Хермидің достары кеше түнде не болды деп сұрайды. Бірақ ол оған жауап бергісі келмей Доротидің үйіне барады. Барса, Дороти заттарын жинап кетіп қалған болады да, Хермиге хат қалдырып кетеді. Онда көмегіңе рахмет, мені өскенде түсінесің дейді. Жаз жалғасуда. Баяғынша балалар жағажай жағасында демалып жатыр. Ал Хермиде көңіл күй жоқ. Ол Доротиді ойлай береді. Сіздермен бірге болған Асқар. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.